Өміріңіз неғұрлым ашық болса, адамдар соғұрлым сізді төмендетудің жолын іздейді. Бұл табиғи құбылыс. Жоғалып, көлеңкеде жұмыс істеу, қолжетімсіз болып, өзіңізді жасырын түрде дамыту ерекше күш береді. Бұл процесс сізді жігерлендіріп, қайта пайда болған сәтте бәрін таңғалдырады. Ең қызығы, сол кезде басқалардың пікірлері сізге маңызды болмай қалады, өйткені көлеңкеде жүріп, ең маңыздысы өз пікіріңіз екенін түсінесіз. Енді бұл процесті дұрыс жүзеге асырудың үш негізгі сатысына тоқталайық. Қалай әлеуметтік ортадан жоғалуға болады? Жоғалған кезде, яғни көлеңкеде жүрген кезде не істейміз? Және де қайтадан қалай пайда боламыз? Егер осының бір бөлігін дұрыс орындамасаңыз, әсіресе соңғысын, өкінішке ұрынуыңыз мүмкін. 1. Қалай жоғалуға болады? Біріншіден және ең маңыздысы, аузыңызды жауып үйреніңіз. Сіздің айтқандарыңыз сізді көп жағдайда ұстап беретін нәрсе. Өз өміріңіз туралы ешкімге айтпауды үйреніңіз. Бұл достарыңыз, туыстарыңыз, әріптестеріңіз бәріне қатысты. Тек қана өмірлік серігіңізге айтуға болады. Әрине, оның сіздің жетістікке жетуіңізді шын жүректен қалайтынына сенімді болған жағдайда ғана. Біз әдетте ойымызды бөлісіп жіберуге дайынбыз. Бірақ сіз енді ойларыңызды айтпас бұрын сүзгіден өткізіп үйренуіңіз қажет. Ойланып барып сөйлеуді меңгеріңіз. Осы арқылы жұмбақ адамға айналасыз. Екіншіден, басқалардың пікірін елемеңіз. Басқалардың ойы сіз үшін маңызды болмауы қажет. Шын мәнінде олар сіз туралы көп ойламайды. Бірақ сіз олардың пікіріне тәуелді болғандықтан, бұл әрекеттеріңізге әсер етеді. Енді тек өз ойыңыз маңызды болуы тиіс. Өзіңіз үшін өмір сүріп, өз жетістіктеріңіз үшін мақтануды үйреніңіз. Үшіншіден, жоспарларыңызды құпия сақтаңыз. Мақсаттарыңызды ешкімге айтпаңыз. Әр айтылған жоспар, сол жоспардың жүзеге асу мүмкіндігін төмендетеді. Егер біреуден кеңес алу керек болса, тек қажетті ақпаратты ғана ашып, қалғанын өзіңізде қалдырыңыз. Төртінші, прогресті жасырын ұстаңыз. Өміріңіздегі өзгерістерді көрсетпеңіз. Өзгерген сырт келбетіңізді, жеткен жетістіктеріңізді немесе жаңа дағдыларыңызды жария етпеңіз. Бар күшіңізді әрі қарай өсуге жұмсаңыз. Егер орта жолда тоқтап, мақтанғыңыз келсе, бүкіл еңбегіңіз зая кетуі әбден мүмкін. Және де бесінші, эмоцияларыңызды басқарыңыз. Өміріңізді өзгерту оңай емес. Қиындықтарға тап болып, шаршап немесе күйзеліске түсуіңіз мүмкін. Бірақ осының бәрін өз бетіңізше жеңуді үйреніңіз. Жеке қиындықтарды еңсеру сізді мықтырақ етеді. 2. Көлеңкеде жүргенде не істеу қажет? Біріншіден, нақты мақсаттар қойыңыз. Сіз неге қол жеткізгіңіз келетінін анық білген жөн. Бұлшықеттеріңізді шынықтырып, қаржылық еркіндікке жеткіңіз келе ме? Әлде жаңа дағдыларды меңгергіңіз келе ме? Нақты жоспар жазыңыз. Екінші, уақытты тиімді пайдаланыңыз. Күнделікті әрекеттеріңізді мақсаттарыңызға жету үшін жоспарлаңыз. Әрбір сағатты дұрыс ұйымдастырып, үлкен мақсаттарыңызды кіші қадамдарға бөлген абзал. Үшінші, ақыл ойыңызды қайта бағдарламалаңыз. Көлеңкеде жұмыс істеуді ұнатуды үйреніңіз. Бұл қиын көрінгенімен, уақыт өте келе сіз осы процестен ләззат алуды үйренесіз. 3. Әлеуметтік ортада қайта пайда болу. Өзгерісіңізден кейін қайта пайда болу өте ерекше сәт. Бірақ процестің соңында сізге қайтадан көрінудің қажеті болмай қалады. Себебі сіз көлеңкеде болуды, өзіңізбен жұмыс істеуді және жеке өміріңізді бағалауды үйренесіз. Өзіңізді жоғалтып, қайта қалыптастыру күрделі, бірақ әсерлі процесс. Егер осы қадамдарды дұрыс орындасаңыз, сіз мүлде жаңа адам болып ораласыз. Ешқашан тоқтамаңыз және алға жылжуды жалғастырыңыз. Сіздермен болған Оңай каналы. Өз ойларыңызбен видео астына бөлісіңіздер. Келесі кездескенше достар.